Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен әдеттегідей мен Майра, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай үй жағдайында жасалатын өте жеңіл әрі дәмді донер жасайтын боламыз. Осы видеоны соңына дейін көріп, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге керегі тауықтың төс еті керек. Ол үшін біз маринад дайындайтын боламыз. Тауықтың етін ең алғаш осылай жуып, тазалап, осындай кесінділерге кесіп бөліп аламыз. Осыны қазір маринад жасайтын боламыз. Үстіне сұйық май көз мөлшерде. Мен осындай міне бір шай қасық тұз салдым. Одан кейін паприка салдым. Дәміне қарай. Осындай менде бұрыш бар, лимон қосылған, өте дәмді қылады. Ол жоқ болса, тек осы паприка, қара бұрыш, тұз, сұйық май, осы сарымсақты майдалап турап, араластырып, маринадқа қойып қоясыздар. Оның аралығында қиярымызды, көксөгімізді жуып тазалап аламыз. Енді ысып тұрған табамызға менде майсыз қуырамын, себебі жаңағы көрдіңіздер, майға маринадтап қойғандықтан осылай қуырып аламыз. Ең алғашқыда бетін жаппай жақсылап қуырғаннан кейін ортасында қақпағын жауып, әдемілеп пісіріп аласыздар. Көп пісіріп жіберудің қажеті жоқ. Бұл маринадта тұрған тауық және тауықтың төс етін білесіздер, тез дайындалатындықтан аз ғана қуырсаңыздар жеткілікті. Қатты қылып жібермеңіздер. Ол етіміз қуырылып жатқан кезде ортасында қызанағымызды, қиярымызды, қырыққабатымызды турап аламыз. Видеодағындай қырыққабаттың қатты жерлерін алып тастаңыздар. Міне етіміз де дайын болды. Бізге лаваш керек, етіміз керек, жаңағы корей салаты керек болады. Енді міне осы лавашымыз үстіне майонезімізді, кетчумызды жағып, жаңағы турап дайындалған заттарымызды кезек-кезек орналастырамыз. Ең алғашқы менде қырыққабат, үстіне қияр, үстіне және корей салатын салдым. Көптен салып жібермеңіздер, лаваш тез жыртылып кетеді. Үстіне қызанағымызды салып, ең үстіне етіміз, жаңағы қуырылған етімізді саламыз. Міне осындай болып, дәмді болып пісті менде етім. Осыны енді орайтын боламыз. Ораған кезде ең алғашқыда осылай үстін жауып, екі шетін конверт тәріздес етіп жауып ораймыз. Қазір видеода көрсетіледі. Жаңағы тауықтың етін көп қуырып жібермеңіздер, қатты болып қалады. Уақытында өшіруді ұмытпаңыздар. Міне екіншісінде жасап көрсетемін. Осындай тауықтың еті өте дәмді болады. Жаңағындай маринад жасайтын болсаңыздар. Лавашым менде кәдімгі домалақ, ашытқы қосылмаған лаваш. Өте жеңіл, дұрыс тамақтанып жүрген кісілер болса, өте жеңіл тағам. Кешкі ауыз ашарға жесеңіздер де болады. Міне осылай бәрін орап алғаннан кейін менде осындай гриль табам бар. Соған қарып алдым, екі жағынан аунатып, ешқандай майсыз қуырдым. Сол кезде әдемі болып қытырлап, нағыз донер болады. Астарыңыз дәмді болсын, ішкі дүниесі осындай. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.